Енді тіпті блогер болу үшін де диплом қажет дейді. Бұл ақпарат қаншалықты рас? Талдап көрейік. Жақында әлеуметтік желіде Қытайда блогерлерге кәсіби дипломсыз медицина, құқық, қаржы, білім салаларында контент жасауға тыйым салынады. Егер ереже бұзылса, аккаунт бұғатталып 100 000 юань айыппұл салынады деген ақпарат тарады. Бірақ ресми сайтта ондай заң жоқ, баспасөз хабарламасы да жоқ, ресми қытайлық бақ та бұлай деп жазбаған. Қытай блогерлерді бұрыннан бақылайды, бірақ талаптар желідегі ақпараттағыдай қатаң емес. 2022 жылы стримерлерге арналған мінез-құлық кодексі шықты. Ол бойынша егер блогер тікелей эфирде медицина, қаржы, кәсіби тақырыптарды талқыласа, оның сол салада білікті болуы керек. Бірақ ол тек эфирге қатысты. Жаза түрі нақты көрсетілмеген, тыйым салынған тақырыптар толық тізім емес. Алғашқы ақпарат Инстаграмдағы The Business Magnets парақшасында жарияланған. 2,15 миллион жазылушысы бар аккаунт жиі кликбейт контент жариялайды. Пост авторы 2022 жылғы кодексті өз бетінше түсіндіріп, оған болмаған айыппұл қосып, жаңа заң деп берген. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мұндай заң керек пе, әлде бұл асыра сілтеу ме? Пікір қалдырыңыз.